Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздерге мен онлайн тағы бір қосымшамен таныстырғым келіп отыр. Бұл сайттың аты Jeopard Labs деп айтылады. Бұл ағылшын тілінде, бұны орыс тіліне аударып алсаңыздар болады мына жерден. Міне, осылай орыс тіліне аударып алыңыздар. Сосын іздеу жолағына осы сөзді жазсаңыздар, сіздерде осындай бет ашылады. Енді бұл мынадай ойын, викториналық ойындар. Кез келген пәнге, кез келген сыныптың оқушысына өте тиімді және қызықты және оңай жасалынатын қосымша түрі. Бұны жасау үшін мына жерге войти деп кірудің қажеті жоқ, себебі ол ақылы болады. Сондықтан создать опасную игру дегенді басасыздар. Бұл опасный ойын емес. Мен үнемі қолданамын, және оқушылар қызығып, топтық жұмыс ретінде де қолдансаңыз болады. Сабақты қорыту, бекіту ретінде қолдансаңыз болады. Немесе үй тапсырмасын сұрау, өткен сабақ қайталау ретінде қолдансаңыз. Немесе мысалға математика сабақтарында тапсырма орындау барысында кез келген тапсырманы оңай осылай жасау арқылы орындаса, балалар қызығып орындайды. Енді осы создатқа кіреміз. Кіргеннен кейін сіздерде мынандай жерде создать пароль деп тұр. Осы жерге кез келген бір пароль жазсаңыз болады. Мысалы 1-ден 9-ға, немесе бір атты есімді жазсаңыз болады. Бұл жерге өстіп жазамыз, начатьты басамыз. Сіздерде осындай бет ашылады. Міне, енді мынау тұрған сары бұлар қажет еместерін осылай осы удалить етіп өшірсеңіз болады. Мына төмен жағынан өшіру батырмасы. Енді мынау тұрған 100, 200, 300 дегендер бұлар ұпай сандары. Осы ұяшықтағы сұрақты таңдаса, бала мысалға 100 деген ұяшық таңдаса, ол жерден оңайлау сұрақ шығуы мүмкін. Немесе 500 таңдаса, одан күрделеу сұрақ болуы мүмкін. Сіздер енді өздеріңіздің шеберліктеріңізге қарай жасасаңыздар болады. Бұны былай азайтып көбейтсеңіздер де болады. Мына жерге мен неге сабақ қорытындылау кезде жасайтын болсам, сабақты бекіту деп жазам. Немесе мысалға бұл жерге сабақты мына жерге бекіту деп осылай жазсаңыздар да болады. Мына жаққа да тағы бір нәрсе жазып, математика сабағындағы осындай тақырып бойынша бекіту, немесе жеке-жеке мына жерге пән атаулары бойынша жазып, сол пәндер бойынша сұрақ берсеңіз болады. Мысалға өткен сабақты қайталау, немесе өзіңіз қосымша бір тапсырмалар дайындаған кезде пәндерді жазасыз. Немесе сайыс сабақтарда пән атауларын жазып, сайыс сабақта қолдансаңыздар да тіптен керемет болады. Мысалға математика, мына жерге қазақ тілі дейік. Қазақ тілі, мұнда әдебиет, осылай жаза бересіздер. Ал енді мына жерге сұрақ жазамыз. Осылай 100-дің үстін бассаңыздар, ұяшық бассаңыздар, мына жерге бірінші тұрған жерге сұрақ жазамыз. Мысалға 50 қосу 50, енді сіздерге оңай қазірше түсіндіруге жаза берейін. Жауабын жазып қоямыз 100 деп. Мына батырманы басамыз. Екінші сұрақ. Мен сыныбым биыл бірінші сынып, сондықтан осындай оңай сұрақтар беремін оларға. Ал сіздер өздеріңіздің сыныптарыңызға қарай кез келген сұрақты жазуларыңызға болады. 25 қосу 20, жауабы 45 деп қоямыз да, мынаны басамыз. Не осылай кете береді. Сұрағын жазамыз, 20 қосу 20, жауабы 40 деп қоямыз. Міндетті түрде жауабын жазып қойыңыздар. Қазақ тілден мысалға кім не сұрақтарына сөз айт. Мысалға ол ұстаз деуі мүмкін. Ұстаз не сұрағына алма деуі мүмкін. Басамыз.
Екінші сұрақ. Екі буынды сөз айт дейміз. Ол кез келген бір екі буынды сөз айтуы мүмкін. Мысалға, айна. Енді осылай кете береміз. Әдебиетке жазамыз. Мысалға, әдебиеттен Абай өлеңдерін ата деген сияқты. Айт. Мысалға, жаз өлеңі деу мүмкін, немесе күз өлеңі, бір өлеңін айту мүмкін. Осын басамыз. Енді мына жерге бір сұрақ жазып қосылайын. Енді осылай жазып қосылайыншы. Енді бұны біз қалай көреміз? Мына жерге барамыз. Осы батырманы басамыз. Сол кезде сіздерге осыны оны сіздер бүкіл оқушыға берсеңіздер де болады. Мысалға, сыныбыңызда 20 оқушы бола ма, 15 оқушы бола ма, осы жерден таңдайсыздар да, сол оқушылар шығады. Немесе топқа берсеңіз болады, 4 топқа бөліп. Стартты басамыз. Міне, шықты. Енді яшықтар шықты. Астында міне 4 топ таңдадым мен. Сол топтардың атауын мына жерге жазып қоясыз. Мысалға, бірінші топ алғырлар болуы мүмкін, алғыр тобы. Екінші жүйріктер. Үшінші сұңқар болсын. Сұңқар тобы. Келесі үздіктер дей салайын. Үздіктер. Енді мысалға мына 4 топтың баласы осы жерден таңдауы мүмкін. Мысалға, мен 300 ұпайы бар, яшық таңдаймын дейтін болса, сіз ашасыз, ол бала жауап береді. Егер де осы топтың қайсынан бала жауап берсе, сол топқа осылай плюс батырмасын басу арқылы осындай ұпай бересіз. Келесі мына батырмаға барамыз. Мысалға, қазақ тілін 100 яшығын таңдауы мүмкін. Басамыз, сұраққа жауап берсе, тағы да қайсы топ жауап береді, сол топқа осылай ұпай санын плюс арқылы беріп отырасыз. Балаларға қызықты және олар тапсырманы орындауға ыңғайлы, заман талабына сай менюмен осылай кіріп балаларға сұрақтарыңыз дайын болса 5 минуттың ішінде жазып орындауға болатын өте керемет қосымша түрі. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Каналға тіркеліп қойсаңыздар, келесіде сіздерге осындай керемет қосымшалармен бөлісіп отыратын боламын. Каналда тағы да біраз осындай қосымша түрлері бар. Барлығын қарап шықсаңыздар, сіздерге пайдалы болады. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.